Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жұмсақ әрі биік болып шығатын бисквиттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл өте дәмді болып шығатын рецепт. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетіңіз. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын екіге бөліп аламыз. Содан соң осындай екі шұңғыл ыдысқа салатын боламыз. Биігірек шұңғыл ыдысқа жұмыртқаның ақ уызын саламыз. Содан соң екінші ыдысқа сары уызды салып аламыз. Содан соң ақ уызға аздап тұз салып, қақпағын жауып, миксермен араластырып аламыз. Жай жылдамдықтан бастап, бірте-бірте жылдамдығын көтеріп отырамыз. Аздап көпірши бастаған кезінде оның үстіне қантымыздың көбірек бөлігін салып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Бірден жоғары жылдамдықтан емес, бірте-бірте көтеріп отырамыз. Себебі бисквиттеріңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Міне, ақ уызымыз осындай, өз массасын толықтай ұстайтындай болуы керек. Ал енді сары уыздың үстіне қалған қантымызды салып, бұны да жақсылап миксермен көпіршігенше араластырып аламыз. Миксермен араластырып болғаннан кейін жаңағы ақ уызымызды алып, аз мөлшерден сала отыра, силиконды лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Сондай-ақ барлығын бірден салуға болмайды. Аз мөлшерден сала отыра араластырып аламыз. Себебі барлығын салсаңызда бисквит көтерілмей қалады. Ал енді ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, араластырып, бір қасықтан жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстіне салып, жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Ұнымызды да бірте-бірте салғандарыңыз жөн, себебі бисквит көтерілмей қалуы мүмкін. Бисквитке керекті ингредиенттердің барлығын описаниеге жазып қойдым, қарасаңыздар болады. Менің кальцумның үлкендігі 16 см. Егер сіздер одан үлкенірек жасайтын болсаңыздар, ингредиентті екіге көбейтіп отыра жасағандарыңыз жөн. Араластырып болғаннан кейін, осындай кальцияның астына пергамент қағазын немесе фольга қойып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп алыңыздар. Содан соң толықтай суығаннан кейін ғана осылай кальциядан босатып аламыз. Кальциядан босаттарда осылай шетін пышақпен кесіп аламыз. Содан соң ақырындап кальциядан босатып аламыз. Осымен біздің бисквитіміз дайын. Бұл өте сәтті болып шығатын рецепт. Торттарға қолдансаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған қырмызы астарыңыз дәмді болсын.